Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз консольдық енгізу, шығару және меншіктеу операторларын қолданып бағдарламалау. Жаңа тақырыпты бастамастан бұрын ең алдымен өткен тақырыпты бекітіп алайық. Ол үшін сіздер 5 сұраққа жауап берулеріңіз керек. Бірінші сұрағымыз: C# тілін кім ойлап тапты? Қандай компания маманы? C# тілін сүйемелдейтін платформаны ата. C# тілінде логикалық тип қалай анықталады? C# тілінің негізгі операциялары. C# тіліндегі мәліметтер типтері. Яғни сіздер білу керек ең маңызды мәліметтерді жазбаша түрінде жауап берулеріңізді сұраймын. Бұл сіздердің бірінші тапсырмаларыңыз. Бүгін біз консольдық режимде меншіктеу, енгізу, шығару операторларымен жұмыс жасайтын боламыз. Ең алдымен меншіктеу операторын қарастыратын болсақ. Балалар, тағы да айтып кететін жайт, әр программа тілінің өзінің структура программасы болады. Және де әр программаның өзінің меншіктеу, енгізу, шығару операторлары болады. Олардың атқаратын қызметі бір болғанымен, оның жазылу форматы әртүрлі. Меншіктеу операторын қарастыратын болсақ, int money тең 1000. Int бізде қандай тип? Int бізде бүтін тип. Money бізде айнымалы. Let, name, boolean бізде айнымалы. Айнымалымыз тең 1000-ға, аға, анарға және де литералды сан true. Бұлар бізде мәндеріміз. Айнымалымыз 1000-ға тең. Яғни біз бұл жерде moneyға 1000 теңгені меншіктеп тұрмыз. Меншіктеу белгісі бұл жерде теңдік белгісі. Бұл жерде мен жазып қойдым. Комментарий ретінде, егер сізде 2/ қойылатын болса, бұл комментарий. Теңдік белгісі меншіктеу операторы. Енді келесі біздің қарастыратын операторымыз ол шығару операторы. Мысалға 4 қосу 5 тең 9. 4 қосу 5 9 екен шығару үшін бізге ең алдымен не керек? Бізге мәліметтер типтері керек. Одан кейін оның 9 екен шығару үшін бізге шығару операторы керек. Оны қалай жазамыз? console.writeline и жақшаны ашып жауамыз. Одан кейін міндетті түрде аяғында нүктелі тұр қойылу керек. Мысалға, қарапайым мысал hello world. Hello world. Және де программаны тексерген кезде жауабын шығаратын программаны ұстап тұру үшін сізге міндетті түрде console.readkey'ді жазу керек. Сол кезде сіздің программаңызды ұстап тұрады. Тексерген кезде жауабы тезірек жауап кетпейді. Тексеріп көрейік. Программа жұмыс жасап тұр. Бұл біздің бірінші мысалымыз шығару операторына. Екінші. Енді осы берілген айнымалылар бойынша шығарып көрейік. Мысалға, привет. Привет, Анар деп шығарып көрейік. Name. Привет, Анар. Қарастырып көрейік. Привет, Анар.
Енді тағы да қосайық бұл жерге. Тағы да айнымалы қосқыларыңыз келсе, мына жерге қосу, мысалға ақша, money. Сонда бізде жауабымызда привет, Анар, ақша 1000 теңге болып шығу керек. Тексеріп көрейік. Көріп тұрғаныздай привет, Анар, ақша 1000 теңге. Енді шығару мен енгізу операторын бірге қарастырып көрейік. Шығару операторы бізде сонымен write болды, енгізу операторы readline болады. Мысалға мынандай мысалды қарастырып көрейік. Программа бірінші сіздің атыңызды сұрайды, яғни шығарады. Как вас зовут деп. Одан кейін сіз енгізуіңіз керек. Яғни енгізу операторы арқылы мысалға атыңызды енгізуіңіз керек. Одан кейін қайтадан сізге шығару керек. Приятно познакомиться, например, Асқар. Ол үшін текст болған соң міндетті түрде кавычкаға аласыздар. Как вас зовут? Как вас зовут? Енді біз атымыз жазуымыз керек. Name, тең, консул, міндетті түрде, нүкте, readline. И міндетті түрде нүктелі өтірді ұмытпауымыз керек. Енді қайтадан шығаруымыз керек. Консул. Readline. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Мысалға name жазамыз. Яғни қараңыздар. Атыңыз кім деп шығардық. Оны атымыз жазу үшін енгізу операторын жаздық. Одан кейін обратный связь болу үшін қайтадан шығардық. Приятно познакомиться. Жаңағы жазған атыңызды сізге шығарып беру керек. Енді тексеріп көрейік. Міндетті түрде нүктелі өтірді ұмытпаңыздар. Менен атым сұрап тұр. Мен қазір жазамын. Фарида. Приятно познакомиться, Фарида. Сонымен сіздерге меншіктеу операторы, енгізу операторы, шығару операторы түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге тапсырма, екінші тапсырма. Үш таңбалы сан берілген. Сол санның цифрларының қосындысын табыңыздар. Қараңыздар, бұл жерде үш таңбалы сан қаншаға тең екен берілмеген. Сондықтан сіздер клавиатура арқылы енгізулеріңіз керек. Ол үшін сіздер readline операторын қолданасыздар, және де writeline операторын шығару үшін қолданасыздар. Үш таңбалы сан үстерде қандай тип екені көрсетілмеген, оны да өздеріңіз белгілейтін боласыздар. Сәтті.